ажырасқан қыз үйленбеген жігітке лайық. Неге лайықсыз? Неге лайықсыз? Кім кімге лайықты, кім кімге лайықсыз, оны Алла шешеді. Алланың қалауында. Алла Пугачева мен Борис Галкин бір-біріне лайықты отыр ғой. Ардақтылар, оны Алла шешеді. Сіздің үйленген жігітіңіз, күйеуге шыққан жігітіңіз жас жігіт болса, үйленбеген, соның бүкіл туысқаны сенің жауың болады. Сол кезде сені қазақ айтпақшы қанаттыға қақтырмай, тұмсыққа шоқтырмай сені қорғап алып шығуы, ол оның біліктілігіне соған байланысты. Жоқ, соған тұрып бере алатын болса, машалла, бізде елдің ішінде күйеуден шыққан әйелдерді бір дұшпан сияқты көреді, бір оңбаған, бір жезөкші, бір кәдімгі бір бүкіл дүниені талқанап келген адам сияқты. Құдай біледі, жаным, сенің қызыңның өмірі қандай болады, сенің өмірің қалай болады, сенің әке-шешеңнің, әпке қарындастарының өмірі қандай болады, Құдай өзі шешеді, оны жаным. Сондықтан оны абыройын түсірмеңіздер. Ол өмір болғаннан әртүрлі нәрсе болады. Мүмкін қателікті шығар, қателікті болса да ол өзі жауап береді Алланың алдында. Бірақ сіз бен біз ол нәрсені тергеуге, ол нәрсені қарауға біз хақымыз жоқ.